Rahmatsin bu kişilerge üç kişi Allah'ın saktağında oladı. Birincisi meşitke Allah için dep kelgen adam, Allah dep kelgen adam. Ol Allah'ın meymanı. Allah da meşitke kelgen kişi. Ekinçisi özünün Müslüman tuğuşkanını Allah için ziyaret kılan kişi. Kaçan uyuna kelgençe. Üçüncüsü hacılıkka ya umraga Allah dep bargan kişi. Allah'ın razılığı için dep bargan kişi. Bu Allah'ın elçisi. Hacılıkka, umraga Allah için dep bargan kişi Allah'ın elçisi. Kaçan öz uyuna qaytkansa Allah'ın saktığında болады. Bir yerden de hakikatta Müslüman tuğuşkanımızды barıp göremiz. Meclisке kelemiz. Hacılık umraga baramız. Allah için dep. Biz sütün niyet kılamız. Allah öz işini terip alады. Biz oған tağımızda көріп. Öz terip alады. Onu Allah'dan ешкім bilmeydi. Perişteler bilmeydi. Perişte tek жазуды biledi. Müslüman tuğuşkanımızı ziyaret kıldık mı? Müslüman tuğuşkanı ziyaret kılıp жазып koydu. Oldu. Qanday niyetimiz ziyaret kılganı bilmeydi perişte. Onu tek qana Allah özü biledi. Abu Zer Gifari'den soraptı Allah rahmatsin bu kişiye. Sadakanın kaysısı afzal dedi. O kişi aytты, köbü және ең үлкен dedi. Dep mına ayetті okugan ekan. Al İmran suresinin 92. ayetini okuttu. Ol ayetin mağanası жақсы көрген нәрселеріңізді садақа қылмайынша жақсылыққа жете алмайсыздар деген аят. Сосын сұрақ қойған кісі тағы сұрақ қояды. Енді ондай нәрсесі болмаса не істейді? Жақсы көрген нәрсесі болмаса. Енді ол өте кедей адам ғой енді. Кедей адам несі бар? Ешнәрсесі жоқ оның. Ya машинесі жоқ, ya дүниесі жоқ, жақсы көреді. Сұрап жатқан адам кедей болу керек. Ya малы жоқ, қойы жоқ, сиыры жоқ, ешнәрсесі жоқ. Осыны айтыпты, малының артығынан берсін депті. Енді малда болмаса не істейді депті. Шынында кедей екен сұрап жатқан адам. Онда жеп жатқан тамағынан садақа қылсын депті. Енді тамағда болмаса не істейді депті. Шынында кедей екен, тамағда болмаса бейшара. Онда күшіменен жәрдем берсін депті. Енді күші де болмаса не істейді? Үйде отырып қойған біреу бейшара. Онда жарым құрма болса да садақа берсін депті. Енді жарым құрмасы болмаса да не істейді депті. Жарым құрмасы да жоқ. Онда тіліне тисін, ішінге зұлымдық қылмасын деген екен. Мұның өзі садақа берген бірдей екен ғой. Тілді тию, ішінге зиян қылмау. Енді сұрақ қойған адам ақиқатта сондай бір кемтар ешнәрсесі жоқ адам болуы мүмкін. Енді бұл біздің бұған қатысымыз жоқ, біздің жақсы көрген нәрсеміз көп. Мен 20 мыңдық тәсім бар мысалы. Көп қой жақсы көрген нәрселеріміз. Уақыт olmadan ше. İbn Abbas aytadi, Allah bu kişiге rahmat etsin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir günde Kabe'ye gelse, Kabe'nin ana nesi жапқышынан, üstündeki жапқыш дейміз ғой. Сол жапқышынан бетін ұстап, Allah'a жалынып тұрған бір кісіні көріпті. Ол адам бұлай деп жалынып тұр екен. Ей Алла,
Осы үйдің құрметіменен сұраймын, менің күнәмді кеш деп. Оны пайғамбар алейхиссалам естіп қойып, сенің момынның құрметі Алланың алдында Кабаның құрметінен де жоғары. Өзіңнің құрметіңмен сұра депті. Сөйтсе ана кісі, я Алланың елшісі, менің өте күнәм ауыр депті. Сосын пайғамбар алейхиссалам ол қандай күнә деп сұрайды ғой. Ана кісі айтыпты, менің малым да көп, қойым да көп, аттарым да көп. Бірақ біреу бір нәрсе сұраса, бетімнен отым шығып кетеді депті. Ойпырмай. Малым да көп, қойым да көп, атым да көп. Бірақ біреу бір нәрсе сұраса, бетімнен отым шығып кетеді депті. Сонда пайғамбар алейхиссалам, пасық деп Алланы ұмытқан кісілерді айтады. Менің алдымнан кет. Отыңменен мені жандырып жіберме. Мен жаным қолында болған затпен ант етіп айтайын. Agar 1000 yıl orada tutsan da, 1000 yıl namaz okusan da, östüp sarang болып дүниеден өтсең, Allah seni tozаққа лақтырады. Себебі сараңдық дегеніміз бұл күпірлік деген Аллаға қарсылық. Ал Аллаға қарсылық банданы тозаққа апарады. Ал енді сақылық имандан, иман жәннаттың екенін білмейсің бе деген екен жарықтық. Енді ары қарай ол кісінің таубаға келмегені белгісіз. Бірақ пайғамбар алейхиссалам сөйтіп айтыпты. Сол үшін құрметті жамағат, бұл мінез бізде бар енді. Біреу бір нәрсе сұраса, 50 теңге ме, 100 теңге ме болып тұрып, ананы сұрағанын жақтырмай қаламыз. Бетімізден оттың шыққан сол. Онда міне яқты айтады. Адасы есі айтып тұрайын. Hazreti Ömer'дің азат қылған құлы Абдурахман Салми айтыпты. Пайғамбарымыздан естігенін. Пайғамбар алейхиссалам былай депті. Садақа сұраушы қашан сөзін тоқтатқанша сөзіне бөлмеңіздер. Кейін оған өте бір жұмсақтықпен жауап беріңіздер. Болмаса жеңіл ғана бір нәрсе беріңіздер. Енді болмаса жақсы сөзбен қайтарыңыздар деді. Сол үшін біреу жаңағыдегі садақа сұрап келсе, бар болса, лажы болса бергеніміз жақсы деген. Жоқ болса, жақсы сөзбенен қайтарса, о да садақа екен ғой. Осыны естен шығармауымыз керек жамағат. Бірақ жаңағыдай мінез бар, Алла сол мінезден құтқарсын. Біреу азғантай болса да бір нәрсе сұраса, жақтырмай қалатынымыз рас. Бетіміздің оттың шығуы сол. Енді жоқ болса, жанында жоқ, ешнәрсе жоқ. Онда айту керек. Жанын ішесі болғанда сені құрғайтырмайтын едім. Әлем болса, 20 теңге, 30 теңге болса да құрғайтырмаған жақсы. Түсінбеген сұрақтарыңызды сұраңыздар. Ақиқатта байқап тұрсаңыздар, жаңағыдай кісі малында көп, қойында көп, атында көп, бір нәрсе сұраса бетінен отын шығады деді ғой. Миллионерлер тура сондай жамағат. Миллионерлер бар ғой, біз енді күнімізді көріп жүрміз ғой, осы тұрған жамағат өзінің күнін өзі көріп жүр енді. Ана миллионерлерден сұрасаңда жаңағыдай деген ғой. Ақиқатта бетінен отын шығады рас екен. Сол аяқ жағынан не деді пайғамбар алейхиссалам? Пайғамбар алейхиссалам не деді соңында? Ей пасық, мен жанымнан тез кет. Өзіңнің отыңмен мені де күйдіріп жіберме деді. Кейін айтты, сараңдық дегеніміз күпірлік деді. Яғни Аллаға қарсылық бәнден тозаққа апарады. Ал енді сақылық иманнан, иман жәннаттан деді. Ол шынында оны тексеріп көрсеңіздер болады.
Bir millionerге barıp muhtaçlığınızı aytsanız, kömür alayın demem, osunda bir 2 tonna kömürge jardam beriniz deseniz, bermeydi jardam. Bermeydi. Hakikat rас. Kediye barsanız, o bişara ya barıp beret, olmasa şununu aytadi. Allah sizden saklasın. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun. Ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Rahmet. Allah da saydı mı? Siverdin mi?